Қанша грант алдыңыз? 1.300.000 жобасында 20-20 бағдарламасымен жұмысқа келіп отырмын. кәсібімді бастап кетуге мемлекеттің ықпалы. Өкіметтің несінен грант ақшасын мен ұтып алып, осы станокты алдым. Тың белгісі ғой. Тыныш болғаннан кейін полицияда тыныш болады ғой. Өте ауыр шөп шабамыз. Мына қазір 71 мың ақша аламыз. Әрқайсының мынаның бәрінде кредит бар мынаның бәрі. Былтырғы жылы 65 азаматқа грант берілген, 100-дің үстінде азамат өтініш білдірді. Ал биылғы жылда да сондай болды, 73 адамға мемлекеттік грант берілді. Енді халықтың арасында сөздер болып жатады, жан дегенде, ол бірақ санаттар сәйкес келмейтін азаматтардың сұрақтары да. Жалпы грант мүгедек баланы асыраушы, көп балалы атаулы әлеуметтік көмек алушы, қандастар асыраушыдан айырылған осы санаттағы азаматтарға грант беріледі. Олардың өздерінде жаңағы бастау бизнес кәсіпкерлік негіздерін оқу керек. Барлығы электронды түрде. Еңбек.кз ақпараттық жүйесі арқылы оқып сертификат алынады. Сол порталдың ішінде бизнес пландарын жасап, онлайн түрде жаңа құжаттарын тастайды, өтініштерін білдіреді. Сол біз өтініштерін қабылдап базадан шығарып алып, арнайы басқарма тарапынан құрылған комиссияға ұсынамыз. Комиссия 9 адамнан тұрады. Соңғы комиссияның төрағасы аудан әкімінің орынбасары болды. Одан бөлек мәслихат депутаттарын, мекеме басшыларын, атамекен кәсіпкерлік қолдау орталықтары, жұмыспен қамту бөлімінен, қоғамдық бірлестіктерден, қазақ соқырлар қоғамының төрағасын, жалпы 9 адамнан тұратын комиссия құрдық. Сол 9 адамның жаңағы басым көпшілік дауыс берген жағдайда оң қорытындысын берген жағдайда ол азаматтарға мемлекет грант береді. Осы аудандағы грант берген бір нысандарды араласақ бола ма? Тізімді көріп, себебі басқа азаматтарға өнеге болсын, жаңағыдай осы мемлекеттің қаржысы ысырап етіліп жатқан жоқ, орынды жұмсалып жатыр деген бір-екі кәсіпкерлерді өзіміз таңдап кіре аламыз ба сол? Саламатсыз. Мен Жарқынбек Жылзай, Қайратқызы, бастауыш мұғаліммін. Осы жерге Сардар бастауыш білім беру мектебіне жаңағы 20-20 бағдарламасымен жұмысқа келіп отырмын. Жаңағы жұмыспен қамту орталығынан Нұрбек ағайдың жіберуімен осы жерге жұмысқа келіп отырмын. Қай оқуды бітіріп келдіңіз? Аймақтық инновациялық университетті бастауыш білім беру. Қай қалада? Шымкентте. Шымкент қаласында. Жалпы жұмыспен қамту мансап орталығына қай уақытта тіркелдіңіз? Жұмыс сұрап. Осы 2024 жылдың маусым айында, қателеспесем. Қазір алғашқы жұмыс орным бойынша келіп отырсыз. Практикант болып жұмыс істеп Сіз осы мансап орталығына ұсыныс бергеннен кейін қанша уақыттан кейін сізге жауап келді? Бір айдан кейін. Бір ай күттіңіз, сосын? Иә, бір ай күттім. Жұмысқа қазір орналастыңыз? Орналастым, иә. Жаңағы тамыз айының 8-нен бастап осы жерде жұмыс жасап жатырмын. Жақсы, орныңыз ұнады ма өзіңізге? Иә, өте жақсы. Саламатсыздар. Түсірілімге рұқсат бересіз ба? Осы жалпы бір-екі сұрақ қойып жіберейікші, өзіңізді таныстырып кетсеңіз, және мемлекеттің бюджетінен алынған субсидия көмек грант қойған сіздерге. Сол гранттың көмегі қаншалық тиді сізге? Саламатсыздар ма? Менің есімім Мұратова Балнора Оразалиевна. Осы мемлекеттің көмегімен осы турагентствоны ашып отырмын. Мемлекеттің бұл қайтару 400 МРП көпбалалы ана ретінде алдым мен. Көмегі мен үшін бұл осы қазір офисті жабдықтап алыптым мемлекеттің берген ақшасымен. Одан кейін жұмысымды бастап кеттім. Қазіргі таңда осы арқылы табыс көзін тауып отырмын. Тауып отырсыз? Иә. Бірінші турда біз осы
Ташкент қаласына 2 күндік тур ұйымдастырып келдік. Өзіміздің жақын туысқандарымызбен бірге Алакөлге барып келдік. Оның бәрі осы өзімнің жеке ұйымдастыруыммен болды. Тур агенттігі сізде осы Қазақстан бойынша ма? Иә, жалпы Қазақстан бойынша, иә, әлемге, шет мемлекеттерге шығып. Шет мемлекетте. Сізге қаншалық қолайлы болды, қаншалықты көмегі тиді, жұмысыңызға септігі тиді ма, жұмыс жасап жатырсыз ба деген мәселеге келіп отырмыз да. Тиді, рахмет. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз, иә. Есімім Ерден Есболұлы. Фамилиям Ерден, есімім Есболұлы. Осы кәсіпті бұрыннан өзім дамытып, арман қарап жалғастырып, осындай кәсіппен айналыссам деген ойым бар. Өзім мына бір ескі станок алғашқыда өзім істеп шығарып жүріп, қолмен иіп жүрдім. Мына станок көрдіңіз ба? Мына станоктарды өзім қолдан ойлап тауып, осымен айналдырып, қолмен ширатып істеп жүрген осы станокпен алғашқы қолым жетпей жүрген. Кеше гранттық неге қатысып, өкіметтің несінен грант ақшасына Құдай қаласа сәтті салып осы немен қатысып, сол грантқа қатысып, сол жаңа гранттың ұтып алдыңыз. несімен ұтып алып, осы станокты алдым. Сөйтіп, Құдай қаласа осы не узорларды шығарып, дамытып, осындай шығарады дизайнда. Мына станокты шығарып жатқан. Бұл аппарат, осы аппарат мемлекетте қанша грант алдыңыз? Мемлекеттен 1.470.800 ба, сондай алдыңыз. Ал бұл аппаратты қанша алдыңыз? Бұл аппаратты іздестірсем 2,5 миллион тұрады екен. Мен өзім ақша қосып 1.600.000-ге алдым. 1.600.000. 1.600.000. Бұл ұсталған. Российский екен. 3 ай істелген екен. Одан кейін 1 жылға гарантия берді. Үлкен кісі. Соның несімен алдым. Құдайға шүкір. Содан бері алып, осы мен дамытып жатырмын. Осы узорлардың бәрін осы аппаратпен шығарып жатсыз ғой? Бұл аппаратпен мына 2 түрлі узор шығарып. Мына түрмен, осы узормен мына түрді узор шығарып. Осыларды шығарып жатырмыз да. Ұстаның өз қолынан жасап жатқан оюын көрейік, аппараттың қаншалық жұмыс жасайтындығын. Сөйтіп бар. Алдын қалай осылай жалпайтып тұрғыз? Осы станоктың өсіп жалпайтып мұны. Алдындары? Алдында ма? Станок жоқ. Жалпайтамадым ғой соны. Жалпайтып істеймадым. Жалпайтып істеймай, мынаның бәрі осыны. Осылай жалпайтасыз, сосын мынаны бұрасыз, да? Иә. Барлығын осы аппарат жасайды? Осы аппарат. Мен алғашқы ана аппаратпен не алғанда қазір. Ана аппаратпен істегенде мен осы өнемде бұндай не жоқпын, жаңағы басын жалпайтамын де, бұрыш-бұрыш болып қалады да, қыр-қыр болып қалады. Өйткені мынандай өзінің несінде шықпайды, қыр-қыр болып қалады. Әдемі шықпайды дейсіз. Әдемі шықпайды да, бұрыш-бұрыш болып қалады, көп не болғаннан кейін. Мына басын жалпайтпаса, кәсібіңізге жеміс тілейміз. Осыдан да үлкен жетістіктерге, үлкен заводтар соғып, елімізге қызмет жасай беріңіздер. Аман болыңыздар. Жалпы Мансап орталығының мемлекеттен берілген гранттарын сізге қолайлы болып жатыр ма? Қандай көмек тиіп жатыр? Соны сұрайық деп келіп еді. Гүлмира Еркінбекқызы Сансызбаева, осы Көкмардан ауылында тұрғынымын. Отырар ауданы Мансап орталығынан грантқа ілініп, осылай жұмыс жасап жатырмын. Қанша грант алдыңыз? 1.300.000 жобасында. Не зат алдыңыз оған? 2 машина алғам. 1 машина жөндеуге жібердім. Осындай тірліктеріміз. Көрпе қыз жасауын жасаймыз, перде тігеміз. Қасында көмекші қыздарым бар. Қазір әбетке кетті. Қанша қол астыңызда қанша жұмыс жасайды? 5-6 қыз жұмыс жасайды. Кезекпен. Жаңағы аверловочный машинамен перденің нелерін жасайды. Перде тігеді. Қыздың жасауын көрпе көктейді.
Жалпы сізге осы мемлекет грант қолайлы болды ма? Иә, өте қолайлы Иә. болды. Көңіліңіз тола ма? Көңілім, иә, завод орталығының қызметкерлеріне өте рахметімді, алғысымды айтамын. Дер кезінде қол көмектерін, білмей жатқан сұрақтарымызды, жасап жатқан тірліктеріміздің әрқашанда бірге бірігіп жұмыс жасаймыз. Көмектерін созып тұрады, қол көмектерін, сөз көмектерін дегендей. Қанша уақытта өтініш білдірдіңіз? Жауапты қанша уақытта алдыңыз? Тез арада. Грантқа өтініш. Тез арада. Осы 24-те бердіңіз ба? Тез арада. Енді уақытын не қылмады, бірақ тез арада болды. Комиссия қарады ма сіздерді? Енді, құдай қаласа. Бір қараған, бір несінен тағы да мүмкін. Негізі комиссия, бұл кісілер өздері кіреді ғой комиссияның алдына, иә? Қанша комиссия отырды сіз қорғаған кезде? Жетеу болды. Жетеу болды ма? 7 адамға кірдіңіз бе сіз алдына? Жоқ, қатармен отырады да, соның алдында өзі келіп қорғайды. Сол 7 адам алдына кірдіңіз ба деп? Сол жерде қорғадыңыз ба деп? Иә. Енді тағы да мынандай іс машиналарын алуға, құдай қаласа, бүгін кетуім керек еді. Тағы да қаржыны жинап не қылып қойдым. Құдай қаласа. Тағы бір іс машинасын жаңағы не дейді, эмблема жазатын машина алайын деп отырмын. Құдай қаласа. Кепкіге жаңағы ас үйдің жаңағы тойханалардағы. Керемет, ауылдың өзінде осындай жағдайлар болып жатса, тамаша. Жақсы, кәсібіңізге жетістік тілейміз. Рахмет. Аман болыңыздар. Әкім танисыз ба? Тұрғылын атса. Жоқ, есімін танисыз ба жалпы? Танимын ғой. Көңіліңіз тола ма қызметіне? Тола. Ауылдың депутатына танисыз ба? Депутатын онша біле бермеймін енді. Мына сайлау алдындағы бағдарламасы бар. Ол кісілер енді депутаттар кісілер келеді дағы, қорғақ уәдені беріп кетеді дағы, артынан жамандағаным емес. Білмеймін, арты орындалмайды ол. Bu yerде мен өкінішім жоқ bu yerге. Ешқандай. Әкімдікке өкініш жоқ. Жалпы депутаттарға көңіліңіз толмайды. Толмайды. Өйткені мына қыздар айтыңдаршы, қанша депутат келді. Қатырамын деп кетеді да қатып жүреді. Сонымен артынан жүресің сон. Машина жалда, пәлен теңгеге шығын ба, қоғамда бір депутат келді. Айтып, ешқандай еш нәрсе бітірген жоқ. Сөз жүзінде айтып бітірді. Іс жүзінде ешқандай. Айтты мен аяғында. Іс жүзінде бітіріңдер шырақтарым. Сөз жүзінде қанша әкім кетіп жатыр. Ешқандай тірлік бітіп жатқан жоқ деп айттым. Сонда да одан кейін 2-3 әкім келді, 2-үшеуі де сондай болды. Егерде өзіміздің Көкмардан ауылының әкімшілігіне ешқандай біздің өкінішіміз жоқ. Міне қыздардың бәрі, келдердің бәрі тірліктерін тастап, әрқайсысы әр жерде бөліп тастаған мен ғой енді. Бөліп тастаған жерден, қанша жерден келіп, осы жерде сізге сұхбат берейін деп келді. Рахмет. Жалпы біздің енді мақсатымыз осы аудан көлемінде жүрміз. Біз бірнеше ауылға бардық. Жалпы тыныс тіршілігімен ауылдың сіздердің жаңағы сөздеріңізді тікелей жеткізейік жоғарыға деген мақсатпен келіп отырмыз да. Сол себепті ашығын айтыңыздар, не мәселе бар? Ашығы осы. Жетпей жатқан жақсы десе жақсы, жетпесе жетпеді деген нәрсені айтыңыздар бұл жерде. Жоқ, жетпеді емес. Сайлауға бардыңыз ба? Бір не жетпегені бізде жұмыс қиын ғой енді. Жұрттың енді қоқсығын тазалау, андайын тазалау оңай емес қой, мысал үшін. Қанша қоқыс тазалаймыз, өте ауыр шөп шабамыз. Мына қазір 71 мың ақша аламыз. 71 мың деген ақша қаяқтан? Инвалид күйеуіміз бар, одан жаңа кредитіміз бар. Әрқайсының мынаның бәрінде кредит бар, мынаның бәрінде. Сол 71-ді кішкене жоғартсаңыздар деген. Көңіліңіз толмайды? Толмайды, жаңағы айлыққа көңіліміз толмайды. Барлықтарыңыз көңілдеріңіз толмай ма? Толмайды. Одаман Сұлтан Махмұт Мамағұлы 2021 жылы сентябрьдің 26-сы күні сайлаумен әкім болып сайландық. 4 елді мекеннен Талаптаулы округі, Ынталы, Сарыкөл, Шытты, Көкмардан 4 елді мекен осы Талаптаулы округіне қарасты. 4 ауылға жұмыс жасап жатырмыз. Барлық бағдарламалар бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. 2023-те газ кіргіздік, табиғи газды әкеліп декабрьдің 26-сына бердік. 3 елді мекенге. Біреуге 2018-де кіріп қойған, Ынталы қоғам кетіп жатқан жолда.
Одан жаңағы ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша да асфальттар салынып жатыр. Жылына 2 көше, 3 көшеге. Аудандық бюджеттен де салынып жатыр жолдар. Өзіміздің 4-ші бюджет. Енді ауылдың несі не болғанмен, шли неміз 13-14 миллиондай қаржымыз бар, өзіміз 4-ші бюджет, жергілікті бюджет. Оған жаңағы тас төсейміз көшелерге, кішкентай көшелерді жарықтандыру деген сияқты. Сондай жұмыстар атқарып жатырмыз. Жалпы біздің ауылдың күнкөріс несі ауыл шаруашылығы, егіс мал басым бөлігі. Мемлекеттік қызметте мектеп, балабақша, үлкен өндіріс орын жоқ біздің неде, шағын бәрі. Ауылдың әлеуметтік азық түліктер бағалары қалай болып жатыр? Халыққа қол жетімді ма? Қазір енді Ол жағынан хабарларыңыз бар ма? аптасына бір мәрте әлеуметтік инспекторым бар. Сол өзі ауылдағы магазиндер бар. Солардың бағасын біліп, ауыл шаруашылыққа неге беріп отырамыз. Бізде осындай бағада болып жатыр. Ояқ бізге сосын айтады, мынау бұндай бағада емес, көтерілген сияқты деген сияқты. Сосын біз бұларға түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз, осындай. Енді ауылда 28 осы 4 елді мекенде 28 осындай кәсіпорын дүкендеріміз бар. Солармен тығыз байланыстамыз жалпы.